Мамандығым мақтанышым. Бұл мамандыққа оқуға түсу үшін сіз химия пән бейіндік пән ретінде таңдап, жетік меңгеруіңіз қажет. Біз болашақ технологтармыз. Мамандығымызды оқу барысында біз ет өнімдерінің ассортименттерін, ет өнімдерін өндіру, өңдеу, сақтау және бақылау әдістерімен сонымен қатар ірі қара малдың, құстың, шошқаның алғашқы өңделуін, дайын өнім сапасына әсер ететін әртүрлі факторларды оқып біліп жатырмыз. Ал практикалық сабақтар арқылы ет және ет өнімдерінің физикалық, химиялық көрсеткіштерін, балғындылығын анықтап, оларды сақтау барысында кездесетін ақауларды анықтап үйрендік. Жылына 2 рет қаламыздағы ірі өндіріс орындарына технологиялық және өндірістік тәжірибелерге барып отырамыз. Мысалы, ірі өнеркәсіп орындары Кублей, Иманские полуфабрикаты, Жайық ет, Уральские колбасы. Қазіргі уақытта облысымыздағы танымал ет өндіріс орны Кублейден тәжірибеден өтіп жатырмыз. Тәжірибеге кіріспес бұрын арнайы қауіпсіздік талаптарымен танысып, бізге мастер тағайындалады. Тәжірибеден өту барысында малды союға дайындау, терісін сыпыру, шикі еттерді сою барысында қалдықтардан тазарту, етті вакуумдеу, термостаттау және салмағын өлшеу, дайын өнімдерді қалыптау сияқты жұмыстарды жасап көреміз. Оқумен қатар студенттер арасында ұйымдастырылатын конкурс, үйірмелерге қатысып отырамыз. Үйірме кезінде түрлі өндіріс орындарының эскизін дайындап, макеттер және де буклет, альбомдар жасаймыз. Мамандығымыз өзімізге қызықты, әрі сан қилы, жақсы маман болып қалыптасып жатырмыз деген ойдамыз.